Қайырлы күн достар, мен бүгін сіздерге осындай дамды капустаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен капустамызды 4 бұрышты етіп турап алатын боламыз. Видеодағыдай. Болгар бұрышын осылай ұзынша етіп турап алатын боламыз. Қиярымызды да осылай видеодағыдай турайтын боламыз. Сақтап. Сәбізімізді теркадан өткізетін боламыз. Үстіне қуырылған пиязымызды саламыз. Укроп. Өздеріңіздің қалаған нелеріңізді салсаңыздар болады. 2 бас чеснок саламыз. Және де қызыл бұрыш, қара бұрыш саламыз. Екеуін де салсаңыздар болады. Өздеріңіздің қалағандарыңызды салсаңыздар да болады. Және де приправа дәм қосатын боламыз. 70% сірке қышқылын 1 шай қасық құятын боламыз. Сірке қышқылын құйып болғаннан кейін барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Салатымыз дайын, ас болсын. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.